Сабақтың тақырыбы Абай Құнанбайұлы 31-ші қара сөзі. Сабақ мақсаты әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтаймыз. Ең бірінші мына сұрақтарға жауап беріп өтсе, кім қазақтың бас ақыны? Кім жылдың 4 мезгіліне қатысты өлең жазған? Кім ақын ғана емес, қара сөз жазған? Аудармашы, сазгер, философ, ойшыл. Барлығымызға белгілі Абай Құнанбайұлы. Ол ағартушы, ақын, сазгер, аудармашы, әнші, жазушы. Көзімнің қарасы әннің авторы, жылдың 4 мезгілдеріне байланысты өлең жазған, 45 қара сөз жазған, және де өз әндерін домбырамен орындаған. Жаңа сөздерді жазып өтсек, кез болу, бір нәрсеге кездесіп қалу, тап көру деген мағынаны білдіреді. Ғибратлану, үлгі мағынасында айтқан. Абай Құнанбайұлының 31-ші қара сөзін мәнерлеп оқып танысыңыз. 31-ші қара сөз. Естіген нәрсені ұмытпасқа 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсенің естігенде я көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселді нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері, уайымсыз салғырттық, ойыншы күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді, бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратын нәрселер. Қане кім айтады? 31-ші қара сөзде ақын не нәрсені тілге тиек еткен? Есте сақтаудың, ұмытпаудың 4 түрлі себебі қандай? Бірінші, сену керек. Екінші, үлгі алу керек. Үшінші, бірнеше рет қайталап отыру керек. Төртінші, ой кеселді нәрселерден аулақ болу керек. Ой кеселдері уайымсыздық, салғырттық, ойыншы күлкішілдік, қайғыға салыну, қызығу, құмарлану. Бірінші тапсырма. Естігенді ұмытпаудың 4 түрлі себебі бар. Осы 4 түрлі себепті анықтап жазыңыз. Ой кеселдерін тізбектеп жазыңыз. Осы 4 түрлі себеппен ой кеселдерінің тәрбиелік түйінін анықтап жазамыз. Келесі тапсырма. Абайдың 31-ші қара сөзі. Авторы, осы қара сөздің жанры, тақырыбы мен идеясын анықтаңыз. Үшінші тапсырма. Сәйкестендіру тапсырмасы. Осы 4 түрлі кеселдің рет-ретімен келіп, қалай жазылғанын кітаптан, шығармадан оқып, сәйкестендіреміз. Қосымша тапсырма.